Сәлем достар, бүгін жеке адамның қасиеті ретіндегі қызығулар жайлы айтатын боламыз. Жеке адамның қасиеті ретіндегі қызығулар адамдарда әртүрлі болады да, адамның өмірі мен қызметіне сан алуан әсер етеді. Қызығулардың ерекшеліктері адамның ерекшеліктерін де сипаттайды. Қызығулардың мазмұны адамның бағыт-бағдарын, оның өмірде алдына қойған мақсаттарын білдіреді. Қызығулардың тереңдігі адамның жалпы дамуымен, ақыл-ойымен тығыз байланысты. Қызығулар өсіп дамуы мүмкін. Егер адамның қайсы бірі пайдалы нәрсеге, мысалы көркем әдебиетті оқуға, өнерге ынтасы жеткіліксіз болса, бұлардың ең әуелі тиісті сабақтарға өзін мәжбүр етіп, содан соң ой өрісінің кеңеюіне қарай баулып тәрбиелеуге болады. Қызығуы бірте-бірте өсіп тереңдей түседі. Бірақ адам бұларды қолдап отырмаса, оған қамқорлық жасамаса, оларды кезінде қанағаттандырмаса, қызығулар бірте-бірте нашарлап, соңында мүлде жоғалып кетуі мүмкін. Адамда сан алуан қызығулар болуы мүмкін, бірақ осылардың ішінде басты біреуі ең басыңқы қызығуы болады. Мұндай қызығулар әсіресе оқу әрекетіне аса қажет. Оқу қызығушылықтарын әсерлі, күшті, тұрақты, мазмұнды болуы баланың сабақ үлгерімі мен білімді терең алуына көп жәрдем тигізеді. Оқу қызығулары балаларда оқу мотивтерінің дамуына байланысты қалыптасып отырады. Қызығулар өзінің мазмұны мен бағытына қарай материалды, қоғамдық, саяси, кәсіптік, спорттық, танымдық болып келеді. Бұлардың әрқайсысы өз алдынан бірнеше түрге бөлінеді. Мәселен, таным қызығулары оқуға, ғылымға қызығу, кәсіптік қызығулар сан саласы, кәсіптік түрлеріне байланысты эстетикалық қызығулар кино, театр, музыка, бейнелеу өнеріне тағы басқа орай бөлініп жатады. Адамның қажеттіліктері негізінде қызығулар мен бейімділіктер пайда болады. Бұлар едәуір дәрежеде жеке адамның бағыт-бағдарын анықтайды. Қызығу деп адамның бір нәрсеге зейін қоюға, қайсы бір заттар мен құбылысты танып білуге ұмтылуын айтамыз. Қайсы бір іс-әрекетке ұмтылу бейімділік делінеді. Қызығулар мен бейімділіктер эмоционалдық өмірімен тығыз байланысты. Қайсы бір қызығуларды немесе бейімділікті қанағаттандырудың мүмкін еместігі қолайсыз, жағымсыз эмоциялар тудырады. Қызғылықты бір нәрсеге адамның қолынан келе қалған жағдайда, бұл оның танымдық немесе еңбек іс-әрекетінің затына айналады. Сөйтіп, онда жағымды эмоциялар туады. Қажеттіліктер мен қызығулар жеке адам белсенділігінің қайнар көзі. Яғни осы қажеттіліктер мен қызығуларды қанағаттандыру мақсатын көздеп, оның іс-әрекетке ұмтылуы. Жануарларда белсенді келеді, бірақ олардың белсенділігін инстинкттермен қоректік, жыныстық, қорғаныштық шарттасады. Осы инстинкттің қажеттіліктерді қанағаттандыру процесінде жануарлар айналадағы ортаға бейімделеді, одан тіршілік етуге дайын, табиғи түрде қару, қуат алады. Адамның белсенділігі мынада, ол табиғатқа онша бейімделе бермейді, оны қайта өзіне бағындырады. Өздерінің қажетін қанағаттандыру үшін өндірістік әрекет принципінде өзгертеді. Осының негізінде келіп туатын қызығулар, қажеттіліктер материалдық және рухани болып бөлінеді. Бірақ қажеттіліктер негізінде пайда болған қызығулардың өзі жаңа қажеттіліктер мен бейімділіктердің пайда болуына себепші бола алады. Мысалы, поэзиялық қызығушылық сол адамның өзінің өлең жазуға деген құштарлығын туғызуы мүмкін. Қандай да бір нәрсеге, пәнге қызығуға немесе сабаққа бейімділігі тікелей немесе жанама түрде болады. Адамның тікелей қызығушылығы жағдайында пән не жұмыс өзіне тартады. Бірақ мысалы математикаға деген тікелей қызығуды адам басынан өткермейтін жағдай жиі болады. Бірақ ол техникаға ынта қояды және бұл салада математикасыз ештеңе болмайтынын түсінеді. Техникаға деген ынта арқылы адамда математика сабақтарына да қызығушылық туады. Ал бұл қызығу енді тікелей емес жанама болады. Қызығулар адамның рухани және дүние күші дамуының аса маңызды шарттары болып табылады және оның ой өрісін кеңейтіп, білім алуға итермелейді. Бұлай адамның іс-әрекетінің жеңілдетеді, жоғарғы нәтижелерге жетуге көмектеседі. Егер адам бір нәрсеге қызығатын болса, ол кез келген іспен шұғылдану үшін зор қиыншылықтарды жеңуге дайын тұрады.
Мектеп оқушыларының оқу жұмысын ұйымдастырушылар мұны есте ұстау керек. Оқушы ұнатқан сабаққа зор ынтамен дайындалады да әдетте мұны жақсы оқитын болады. Іс-әрекет процесінде қызығулар бейімділікке барып ұласады.